Адвокат сізден тек ақша тартып жүрген қалай білуге болады? Сенімсіз адвокаттың белгілері: тұманды уәделер, не істеуге ниеттенгенін нақты айтпай, бәрін шешеді деп сендіреді. Үзіліссіз қосымша төлемдер. Бастапқы баға біреу болса, кейін жаңа күтпеген шығындар пайда болады. Стратегияның болмауы. Егер адвокат қорғаныс жоспарын түсіндірмесе, оның жұмыс жоспары жоқ деп есептеуге болады. Байланыстан қашуы. Қоңырауларға жауап бермей, себепсіз отырыстарға келмейді. Тағы байланыстарға сүйенуі. Ол сот төрешісі немесе тергеушімен келіседі деп уәде береді, бірақ заңда қорғанысқа негіз салмайды. Нағыз адвокат ашық жұмыс істейді, стратегиясын түсіндіреді, мүмкіндіктерді шыншыл айтады және қажетсіз қызметтерді міндеттеме етпейді.